Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге өкпеден салат жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, әрі оңай, тез жасалатын салаттарымыздың бірі. Ең алдымен мен осылай өкпемді жуып тазалап алдым. Мен ішек қарынды да бірге салып жібердім. Тазалап жуып болған соң үлкендеу ыдысқа осылай су құйып салып қайнататын боламыз. Яғни өкпе қайнаған кезде үлкейеді көлемі, сол үшін үлкендеу ыдысқа салыңыздар. Және тұз салып жібердім. Қайнап шығарда осылай қайнап шыққан соң, яғни бетіндегі көбіктерін алып қоятын боламыз. Және төмен отта бетіні жауып, өкпеміз піскенше қайнататын боламыз. Міне біздің өкпеміз пісіп шықты. Осылай суытып қоямыз. Енді мен араластыратын көкөністерді дайындап алатын боламын. Осылай жуамызды, яғни пиязымызды ірілеу етіп турап алдым. Сковородкамды қыздырып, 40-50 миллиграмдай өсімдік майын құйып жібереміз. Және пиязымызды салып қуыра бастаймыз. Пиязымызды қатты қуырып жібермейміз. Сәл осылай сарғыш түске кіре бастаған соң мен азғантай тұз салдым. Және жарты шай қасықта қара бұрыш, жарты шай қасықта қызыл бұрыш салдым. Жақсылап араластырып тұрамыз. Міне осылай 3 минуттай қуырған соң отымыздың астыны өшіріп қоятын боламыз. Мен сабызымды теркадан өткізіп алатын боламын. Болгарды осылай ұзындау етіп турап аламыз. Және өкпемізді де ұзындау етіп турап алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Оның үстінен 2 чесноктың бөлігін осылай майдалап салып жібердім. Пышақпен турасаңыздар да болады. Қуырылған пиязымды барлығының үстінен осылай майымен бірге салатын боламыз. Жарты үлкен ас қасықта уксус және 1 ас қасықты мен соя салып жібердім. Және тұз салатын боламын. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салып отырыңыздар. Барлығыны бірге жақсылап араластырамыз. Міне әдемілеп араластырған соң 1,5 сағаттай мұздатқышқа салып қоятын боламын. Достар, міне біздің салатымыз дайын болды. Өте керемет дәмді салат. Сіздерге ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Сіздерге ас болсын.